Бүгінгі жаттығуда не істейді екенбіз? Тағы да сақпан атпасақ болғаны. Батыр ата, өткендегі қашқанға тигізіп атқаннан бұлтару дегеніңізді түсінбедік. Қорамсаларыңды алыңдар. Мынаушы жоқ жебені не істейміз? Тайларыңды атыңдар. Не үшін? Ет ауырады ғой. Бұл тай сендерге сауын бие емес. Жорық аты болсын десеңдер. Атыңдар. Атыңдар. Міне, атқаннан бұлтару деген осы. Жылқы көзі жылғадағыны көрет деп қазақ бекер айтпаған. Енді бұл тайларың сендерді жауып тұрған жебенің арасынан алып шығады. Ал шаң-шұң ұрысқа көкпардың додасына түскенде үйренеді. Түсіндік, Батыр ата. Біз ұрысқа дайынбыз. Мырза, мұнда жай жүрсіз бе? Мұндай уақытта адам жай жүруші ме еді?
Қарабек емес пе? Мен сендерге бостандық сыйлайым, бірақ оның өтеуі бар. Не істеу керек? Әйтсе де сендер үшін түк емес. Қысқасы, таңертең бара хан Моғолстан ханы Есенбұғаға қонаққа барады. Әлгі Қарабектен хабар бар ма? Хабар ошарсыз, көрдім деген ешкім жоқ. Жарайды. Әзірге ел тыныш. Жаста болса Әбілқайыр елге бас көз бола тұрар. Біз келгенше ештеңе бола қоймас. Көрші ұлыстармен ынтымағымызды нығайту керек. Бізді қонаққа шақырған Есенбұға ханның да ойы осы болса керек. Алайда ойраттардың не ойлап отырғаны белгісіз. Соны ұмытпайық. Хан ием, сабырлаңыз! Ханда! Сақтан! Хандарымен шатыр құрыңдар! Тезірек! Ауру! Ханға оқ тиді! Әбілқайыр сұлтанның дастарханынан дәм тату біз үшін үлкен мәртебе. Қарабек, дәстүрді бұза алмайым. Қонақ болсаң отыр. Қаралы хабарды естіп, қабырғам қайысып отырған аздай. Сен не бетіңмен келіп отырсың? Таңбалы тастағы таңбаңның жоғын қалай түсіндіресің? Түсіндірейін, сұлтан. Барақ хан өлді. Болот сұлтан ауыр жаралы. Ендігі тақ сіздікі? Ей, Қарабек, сен сатқындығыңмен қоймай мені азғырайын дедің бе? Сұлтаным, ас иесімен дәмді. Меніге жәй ақыл ғана. Әттен қонағымсың. Әйтпесе басыңды алар едім. Сабыр сақтаңыз. Ертең сіз хан болғанда, менің басым сізге керек болады. Хан болып ел басқару оңай дейсің бе? Сұлтаным, тақ мынау балғымыздан да тәтті болады. Дәмін алсаңыз құмарына түсесіз. Әлемді басып жаншисыз. Дегеніңізге жетесіз. Алыңыз. Сен дұрыс айтасың. Келесі хан мен боламын. Әбілқайыр хан жасасын. Жәнібек, қайғыңа ортақпын. Әкеңнің орнын ешкім толтыра алмайтыны белгілі ғой, бірақ біз сенімен біргеміз. Бұл опасыздардың ісі бір ұшы сендерге тимес екен. Ата, ал содан соң не болды? Оларға қарт батырдың көмегі тиген болар. Я, ата, Керей мен Жәнібектің қалай хан болғанын айтып бермеші. Онда әр қарай тыңдаңдар, балалар. Әбілқайыр салған салық мөлшері халыққа ауыр тиіп, ханға деген ел наразылығы күннен күнге күшейе түсті. Елдің қасіретін көріп, Керей мен Жәнібек те ер жетті. Хан ием, Керей мен Жәнібек сұлтандар келіп тұр. Иә, сөйле, Керей. Ел еңсесі езіліп, ынтымағы дырап жатқанда, думандатып жатқандарыңызға жол болсын. Немеле,
Қарағалық қайғырды екен деп, хан қара жамылу керек пе еді? Ұсақ түйекпен ханның мазасын алмай, келген шаруаларыңды айтыңдар. Хан үшін халықтың мұңы ұсақ түйек емес, ең маңызды мәселе болар. Хан аға, көзіңізді ашыңыз. Таңбасын бөлек салған мына Қарабекке төрден орын беріп, тайраңдатып қойғаныңыз. Мен сендерге аға емес ханмын. Ендігі жолы алдымда тізерлеп отыратын болыңдар. Маған ақыл айтуға келген болсаңдар, боссыңдар. Өлтірік өсіп бөрі болды. Бүгін азуын көрсетті. Ертең сізге де шабат. Қапы қалмаңыз. Олай болса, тірсегін қи олардың. Құп тақсыр. Оларды аңға шығып, сейіл құруға шақырыңыз. Ар жағын өзім жайғастырам. Әбілқайыр хан сендерді не үшін аңға шақырды екен? Соны түсінбедім. Түсінбейтін несі бар? Өткендегі әңгімені жуып шаймақ болар. Қазір саят құрып көңіл көтеретін кез емес. Мүмкін оңашада айтар әңгімесі бар шығар. Әйтеуір сақ болайық. Ал сұлтандарым, қанжығасы майланған бірінші адамға алтын зерлі қасқыр ішік жабылады. Бәрекелді. Ханның жомарттығына разымыз. Алтын ішік Ал, қамыс ішіне кем кіреді? Мен кіремін. Мен де әзірмін. Сендердің өжет екендеріңе күмәнім жоқ. Алайда сақ болғайсыңдар. О, батыр, шәкірттеріңнің шамасын көрейік. Жәнібек сұлтан, керей қайда? Болмады. Жәнібек сұлтан жасасын. Жаса, керей сұлтан. Сұлтандар келмеді. Жарайсыңдар, сұлтандар. Олардың батыр болып өскенін көрдің ғой. Қалайда көздерін құрту керек. Олардың батырлығы сорымыз. Көздегені тағыңыз. Ендеше, тездетіп амалын тап. Орындалады тақсыр. Хан ием, ойрат ордасынан елші келді. Әбілқайыр хан, қонтайшымыз саған дұғай сәлем айтты. Бұдан бұлай, ойратқа салық төлейсің. Уақытында төлесең өмірің тыныш, ордаң бүтін болады. Дұрыстап ойлан, қонтайшы екі сөйлемейді.
Жетпегені осы еді. Енді не дейсің? Салықты халық төлейді, сіздің неңіз кетеді? Елді езіп ұстасаңыз ғана бас еді. Жәнібектің де көздегені солтақ, керейдің де көздегені солтақ. Қылған таққа ие болғысы келеді. Ал ол тақтың мұрагері тек қана сенсің. Тақ бар жерде бақ бар, дүние байлық, билік пен мансап бәрі сонда. Бірақ тақ біреу, ал сендер екеусіңдер. Жетсе тақсындығы, тезірек, тезірек. Неге қарап тұрсың? Өлтір оны. Әйтпесе қазір сені өлтіреді. Өлтір.